Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен әзірге сары судың пайдасы туралы айтқым келіп тұр. Сары су сүтті өңдеу арқылы сүзбе мен ірімшікті ажыратып, бөліп алғаннан кейін қалатын қалдығы өнім. Оның адам ағзасына пайдасы өте зор. Сары су тек қана тағамдағы мақсатта ғана емес, сонымен қатар косметикалық мақсатта да қолданылады. Сары судың құрамы 93% судан тұратын болса, қалған 63% организмге қажетті барлық заттармен толық қамтылған. Сары судың құрғақ заты негізінен лактозадан немесе сүт қантынан тұрады. Лактоза артық майдың жиналуына жол бермейді. Сондықтан оңтайлы көмірсу болып табылады. Ол асқазанның ішек жолдарының жұмысын реттеуге көмектеседі. Сүт сары суының құрамында никотин қышқылы, холин, биотин, В тобының А, Е, С дәрумендері және кальций, магний кездеседі. Сүт сары суы ішек микрофлорасын қалпына келтіріп, газ түзілу және шіру үрдістерін баяулатады. Сол себепті оны ас қорыту жолдарының ауруларында емдік мақсатта пайдаланады. Сиыр сүтіне қарағанда сары су ақуызы ана сүтінің құрамына жақын келеді. Сондықтан балалар тағамын дайындауда қолданылады. Сондай-ақ артық салмағы бар адамдарға және қартаю үрдісін баяулататын антиоксидант ретінде күнделікті қолдануға кеңес беріледі. Сары суға байланысты пайдалы кеңестер: біріншіден, иммунитетіңізді нығайтып, әртүрлі ауруларға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе сары су ішіп тұрғаныңыз абзал. Ол аздап іш жүргізеді, сондықтан маңызды шаруаларыңыз жоқ күндеріне қолданғаныңыз жөн. Теріңізді нәрлендіріп, балғындығын сақтап, ағартқыңыз келсе, бетіңізді үнемі лимон шырыны араласқан сары сумен сүртуді әдетке айналдырыңыз. Бұл тек майлы немесе қалыпты теріге арналған. Шашыңыз мықты әрі жылтыр болуы үшін сары сумен жуыңыз. Бетіңіздегі сепкілден арылғыңыз келсе, 3 ас қасық ірімшік пен сүт сары суын араластырып маска жасаңыз. Оны тазартылған бетке жұқалап жағып, 10 минуттан кейін жуып тастаңыз. Беттегі безеулер не бөртпеден құтылғыңыз келсе, сары суды 2 ай бойы күнделікті жарты лимон шырынымен және жарты литр қайнатылған салқын сүтке араластырып ішуге болады. Көңіл күйіңізді көтергіңіз келсе, кешке бір құты сары суды ішсеңіз болады. Себебі оның құрамында қуаныш гормоны серотонин бар. Сүт сары суының атқаратын қызметі: бауыр жұмысын реттейді, бүйрек қызметін жақсартады, семіздіктің алдын алу, емдеу кезінде өте пайдалы, ішектің жұмысын ынталандырып, артық майдың жиналуына кедергі жасайды. Ағзадағы артық сұйықтықты, уыттарды, қоқыстарды шығаруға көмегін тигізеді, қан айналым жүйесін жақсартады, атеросклероз, ревматизм, гипертониялық аурулардың алдын алады, теріні тазартады. Жүкті әйелдер үшін таптырмайтын аса пайдалы өнім. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Тек ескертетін жағдай: қарсы көрсетілімі бар. Егер де сіздің сүт сары суының құрамында кейбір заттарға сезімталдығыңыз жоғары болатын болса, аллергия шақырса қолданылмаған абзал. Қазіргі уақытта бұл сары суды асқазанның қызметін реттеу үшін және қарадақтарды кетіру үшін пайдаланып жүрміз. Сіздерге де осы сары суды пайдалануға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Назерке. Сау болыңыздар.